бар ғой, мен бір шындықты айтайын деп тұрмын. Енді кәрілік деген табиғаттың заңы ғой. Табиғаттың заңы. Бірақ сол табиғаттың өзі адамды сынайды екен. Сынайды. Кәрілікті да неше түрі болады. Енді міне қазір көп кәрілікті көріп жүрмін. 60-ға, 70-ге келгендердің өзі кәріміз деп немере бағып отыр. Енді немере баққан бақыт қой. Бәрі де бақыт дейді. Пенсиямыз бар, ішкеніміз алдымызда, ішпегеніміз артымызда. Аллаға шүкір дейді. Бірақ көкірегінде олардың бір кем жерлері бар. Соны білесіздер ме? Олардың кем жерлері бәрібір баланың қолына қарап қалды. Ол іштемеден хабарсыз болып бара жатыр. Тек әйтеуір балалар. Бұрынғы кезде емес қой. Бұрынғы кезде балалар есіктің алдына шығады. Үлкен кісілер өздері бірыңғай отырады, шайларын ішіп, әңгімелерін соғып. Балаларға әй құлап қалмаңдар дейді де отыра береді. Ал қазір олай емес. Балалардан екі көзіңді алмай қарауың керек. Олар не істеп жатыр, не қойып жатыр, қай жерде деген сияқты. Сондықтан ол оңай жұмыс емес. Мұндай міндетті ала бермеңдер мойындарыңа. Бірден ата-ананың, қазіргі міндетінен қағыс қалмасын. Олар өз балаларының міндетін өздері түсінсін, шешінсін, тек әлгі әжесінің жанында отыр деп баланы мақұрым қалдырып қоймасын. Ал сіз әже болып оған бәрібір оның қажетін өтей алмайсыз. Сондықтан балаға еркіндік беріңіз. Өзің балаңа еркіндік бер. Өз балаларын өздері зерттесін, таныссын. Ана жерде, мына жерде кіммен жүреді, кіммен тұрады, қалай сөйлеп жатыр, қалай өсіп жатыр, өркендеп жатыр. Соған ал сіз балаң менің әжем, менің апам сондай деп мақтанатындай өзің бақ. Ертең балаң алдына отырып қарап қалмай, әне жерім ауырды, міне жерім ауырды деп ыңырсып қарап отырса, бала аяйды. Ал аяушылық ол жақсы емес. Мен өзім аяғанды жек көрем. Аямасын, мақтансын. Менің анам сондай, ол бәрін біледі, ол сөйтеді, ол өзі де оқиды, өзі де жүреді деген сияқты. Анам көп мақал біледі, мәтел біледі, жақсы недерді оқып, бізге айтып отырады. Тіпті кешке басымыз жиналған кезде жаңалықтарды да апамнан естиміз дегендей болсын. Сондықтан немеренің соңында құр босқа салтылдап, мен бәрін бітіріп жатырмын, балаларыма көмектесіп жатырмын деп нұрай қалып қоймаңыздар. Соны айтайын деген. Немереге де еркіндік. Олар да жаңаша қозғалсын, жаңаша жүрсін. Өздерінің ата-аналары жасша қарасын, жас көзбен. Ал сен өзің сол балаңа жақ. Балаң үшін әдемі бол, балаң үшін оқы, балаң үшін жетіл. Сол.